Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәметкен балдарымның сүйіп жақсы көретін маршмеллоу дайындаймыз. 3 ақ ингредиенттерден тұрады. Жұмсақ, өте тәтті және тез дайындалады. Видеоның соңына дейін қарап, YouTube каналыма тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта әлде көп видео рецептермен бөлісетін боламын. Таза суға желатинді қосып араластырамыз. Желатинді бүгу үшін тоңазытқышқа 15 минутқа қоямыз. Әрі қарай алдын ала форманы дайындаймыз. Ыдысымызды күнбағыс маймен майлап, бетіне салфанды салып, жақсылап күнбағыс маймен майлап аламыз. Ол бізге маршмеллоу жабысып қалмау үшін керек. Салатын форманы міндетті түрде майлап қоямыз. Содан соң ыдысқа су, қант қосып, газға қойып, қант толығымен ерігенше араластырамыз. Осылай көбіктер пайда болғанша дейін қайнатамыз. Бүккен желатинді тоңазытқыштан шығарып, ең жай отта ерітіп аламыз. Желатинді қайнатуға болмайды, аз қасықпен араластырып тұрамыз. Әрі қарай желатинді газдан түсіріп, миксермен шайқаймыз. Жай жылдамдықтан бастап, жылдамдығын көбейте береміз. Сиропты 3 бөліп құямыз. Біздің массамыз ағарып, көлемінде ұлғаюы керек. Қою болғанша миксермен 10 минутта шайқаймыз. Мінекей осылай қою болып шығуы керек. Мен массаны бөліп 2 формаға салдым. Өйткені сары және көк красительмен бояймын. Краситель қосу міндетті емес, егер де сіздер краситель қоспайтын болсаңыз, бір формаға салуға болады. Сіз көріп тұрғандай бір тамшы краситель қостым, бірақ жарқын, қанық түс бермеді, сондықтан 3-4 тамшы краситель қостым. Жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 3 сағатқа қоямыз. Мінекей 3 сағат өтті. Содан соң 2 ас қасық сахарный пудра, кукурузный крахмалды бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Тақтайшаға сепіп, маршмеллоуды аунатып, бірнеше бөліктерге кесіп қоямыз. Пышақпен кескен кезде әр бөліктерін осы ұнтақта аунату керек. Сонда бізде маршмеллоу жабысқақ болмайды. Осымен маршмеллоу дайын, ас болсын. Балдарыңызға жасап қуантыңыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.